Қарағанды облысы Нұра ауданы Рахым Асубаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші Әбденова Салтанат Ахмедияновна. Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу 3-ші сынып 7-ші сабақ. Қамқорлық. Бердібек Соқпақбаев. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен көңіл күйімізді көтеріп алайық. Кел балалар күлейік, күлкі менен түлейік. Күлкі көңіл ашады, күліп өмір сүрейік. Кел балалар күлейік, күлкі менен түлейік. Қабақ түйген не керек? Көңілді боп жүрейік. Өткен сабағымызды қайталап өтейік. 6-шы тапсырма. Мәтінді оқиға желісіне қарай бөліктерге бөл. Жоспар құр. Балалар, мен ойлайым, сіздерде осындай жоспар құрды деп. Үлгі жоспар. 1-ші көктем. Себебі мәтінде көктем келіп, күннің жылы, жарық сәулесі жерге түсіп, қар еріп жатқаны айтылып тұр. 2-ші Қамбар атаның үйшігі. Көктем келіп, Қамбар ата бірдеңе істеп отыр. Қасында балалар жүгіріп жүр. Ата, не істеп жатырсыз? Қонағыма үй істеп жатырмын. Сіздің қонағыңыз кім? Қонағымды көрерсін. Қонағыңыз қандай? Қонағым қол басындай, мінезі қорғасындай, деп қарт жымиып жауап береді. Сөйтсе, Қамбар атаның қонағы қара торғайлар екен. 3-ші қара торғайдың пайдасы. Балалар, қара торғайдың қандай пайдасы бар екен? Жаңағы Қамбар атаның үйшігін мекендеп, кіріп алған торғайлар күзге дейін кетпейді екен. Қамбар атай шөп шапса, қара торғайы шегіртке қырады. Құрт, шегіртке, инелік, маса, шыбын, бәрі де егіннің жауы ғой. Сол жаулардың бәрін қара торғай құртады. Қара торғайдың пайдасы ұшаң теңіз екен. Яғни, қара торғайдың пайдасы өте мол. Жаңа тақырып 1-ші тапсырма. Жұмбақтарды шеш. Күндіз тіпті ұшпайды, түнде тышқан ұстайды, көзі шамға ұқсайды. Ол не? Жапалақ. Өзі баспай, басқаға жұмыртқасын бастыратын, қайталап өз атын қулығын асыратын. Әрине көкек. Аққу емес, мойны ұзын, тырнада емес, сирақты. Аулайды балық күн ұзын, түсіреді еске жирафты. Әрине ол балықшы құс. Алтын Абдыра кітабынан. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы кейіпкерлердің мінез құлқы мен іс-әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау. Кейіпкердің портретін сипатта, оның іс-әрекеті, мінез құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып бағалау. Мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін анықтау. Мәтінді түсініп оқы. 2-ші тапсырма. Қамқорлық. Қолында аша ағашы бар, сұр кепкалы бала жақындай түссе де, балапан торғай бейқам отыра берді. Тек аяғының астындағы шарбақ ағашы сақ ете түскенде, ол селт етіп шошып қалды. Жантас 2-ші рет атып үлгергенше, балапан торғай жанталасып ұша жөнелді. Балапан торғай алыс шырқап ұша алмайтын еді. Көшенің ар жақ бетіндегі бір шоқ талға талықсып әрең жетіп қонды. Жүрегі кеудесіне сыймай, дүрс-дүрс соқты. Жантас ентелеп тағы жетті.
Зақпысын жүгіріп келе жатқан бойда оқтып алды да қалт тұра қалып және атты. Тас бұл жолы зу етіп балапанның төбесін жалап өтті. Ол көзін жыпылық еткізіп бұға қалды. Балапан торғайдың қыр соңынан қалмады. Ауылды шыр айналдырып қуа берді. Өкпесі өшіп, әлсіреген балапанның енді көтеріліп ұшуға халі де қалмады. Үрейі ұшқан балапанның жүні үрпиіп, дуалға жабыса түсті. Әлсіз аяқтар сырғанап, сүріне құлап, аяшы, атпашы деп жалынғандай шыр етті. Бірақ безбүйрек жантас оған құлақ аспады. Қол созым жерде тұрып атқылай бастады. Кенет жантастың арт жағынан «Әй, о немене?» деген дауыс саңқ ете қалды. Жалт қараса, қожа жүгіріп келеді екен. Жантас балапанды тездетіп, тағы бір атып жіберді. Егер осы атқанда да тимесе, онда бас салып қожадан бұрын ұстап алмақ. Бірақ бұл жолы атылған тас иесінің жауыз ниетін құптап ұшты. Дәл топшасынан дөп тиген тас балапан торғайды домалатып түсірді. Торғайды қожа ұстап, мәпелеп үйге әкелді. Газет бетіне нанның үгіндісін сеуіп, же деп торғайға апарды. Бірақ балапан жемек түгіл басын оңды-солды бұрып, татып алмады. Қожаның босатып қоя беруі мұң екен. Балапан жорғалап барып, кереуеттің астына еніп кетті. Балалар, безбүйрек дегеніміз қатыгез, мейірімсіз екен. Бердібек Соқпақбаев. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің атым Бердібек Соқпақбаев. Мен жазушымын. Балаларға арналған көптеген әңгімелер мен повестер жаздым. Солардың ішінде ең көп танылған шығармам «Менің атым Қожа». Мен Алматы облысында Нарынқол ауылында дүниеге келдім. Балалық шағым ауылда өтті. Менің шығармаларымда достық, адалдық, еңбексүйгіштік пен туған жерге деген сүйіспеншілік туралы көп айтылады. Менің атым Қожа деген қызықты шығармасын жазған жазушы, бір сөзбен айтсам, өзін жазатын жазушымын. Мінез құлық жағынан Қожа өзге емес, менің өзіме ұқсайды дейді. 4-ші тапсырма. Суретке қарап, берілген сұрақ тапсырмаларды орында. Осы суретте мәтіндегі қандай оқиға бейнеленген? Суретте жантастың торғайға тас атып тұрғанын көреміз. 2. Мәтінге сүйеніп, суреттегі торғайдың халін сипатта. Торғай өте әлсіз, әрі жантастан қашамын деп шаршап қалған. 3. Сенде торғайға деген аяушылық сезім пайда болды ма? Неліктен? Әрине, торғайға жаным ашиды. Ол өз бетімен ешкімге қиянат жасаған жоқ. Оның тіпті қанаты да қатаймаған. Енді өсіп келе жатыр. Жантас болса, әлсіздігін пайдаланып тұр. 4. Жантастың әрекеті дұрыс па? Менің ойымша, менің айтайын дегенім, өз пікірімді айтар болсам деген сөз тіркестерін қолдану арқылы өз пікіріңді білдір. Балалар, сендер де өз пікірлеріңді білдірсеңдер болады. Жантастың әрекеті дұрыс емес деп санаймын. Менің ойымша, біз кез келген табиғаттың жаратылысын қамқорлықпен қарау керекпіз. Әсіресе торғайларға, өйткені алдыңғы тақырыпта біз табиғатқа қандай пайдасы бар екенін білген болатынбыз. Үйбәләжіктер! Үйбәләжіктер! Ой, жараңдықтар ғана!
жігітті көйле кимесе, қыздың сәні келеме. Алған екі жолдастар, біреуін шық той бастар. Қой дегенде дейді екен, домалайды қу бастар. Ал қалайық билеңдер, билеңізде сүйіне. Басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне. Қосын барлық делебе, қан тарасын денеге. Балалар, сергіп алсақ, әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. 5-ші тапсырма. Мәтіннің қалай аталып тұрғанына мән бер. Бұл сөз қай кейіпкерге қатысты? Дәлелде. Балалар, мәтіннің атауы қамқорлық. Бұл сөз әрине қожаға қатысты. Себебі қожа балапанды құтқарып, үйіне апарып, алдына нан қоқымын шашып, аяушылық білдіріп, қамқорлық танытты. Балалар, келесі тапсырма Вен диаграммасы. Осы диаграмма арқылы қожа мен жантасқа мінездеме беріп көрейік. Қожа адал, шыншыл, әзіл қой, тапқыр, кейде тентек, бірақ жүрегі таза, оқуға ынталы, өз қателігін түсіне біледі. Ал жантас болса, өтірікші, жағымпаз, өзгенің қателігін айтып, шағымданады, сыр сақтай алмайды, өзін жақсы көрсетуге тырысады. Ал екеуінде де не ортақ? Екеуі де бір сыныпта оқиды. Екеуі де бала. Өз пікірлері бар. Кейде бір-бірімен бәсекелес. Келісесіздер ме, балалар? 6-шы тапсырма. Балалар, бұл тапсырманы жұппен орындасаңыздар да болады. Осы бөлімде торғай туралы қандай мәтіндер оқыдың? Кестені толтыр. Алдыңғы оқыған мәтін қара торғай. Авторы Жүсіпбек Аймауытов. Кейіпкерлер: Қамбар ата, балалар, қара торғай. Мәтіннің негізгі ойы: қара торғайдың табиғатқа тигізер пайдасы. Бүгінгі өткен мәтін: қамқорлық. Авторы Бердібек Соқпақбаев. Кейіпкерлері: қожа, жантас, балапан. Мәтіннің негізгі ойы: құстарға қамқорлық жасау. Келесі балалар, үй тапсырмасы 7-ші тапсырма. Кинофильмді көріп, түсінігіңді айт. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасының желісімен 1963 жылы Қазақ фильм студиясы «Менің атым Қожа» атты балалар фильмін түсірді. Режиссері Абдолла Қарсақбаев. Мүмкіндігің болса, ғаламтордан фильмді көруіне болады. Өзін оқыған мәтіннің сол шығармадан алынған үзінді екеніне көз жеткізе аласың. Балалар, міндетті түрде көруге тырысыңыздар. Өйткені алда талай қызықты оқиғалармен танысасыздар.